Көкпарда жас балдардың бата беру қаншалықты дұрыс? Көкпар тек тартыс емес, ол тәртіптің үлкен мен кішінің орнын айқындайтын алаң еді. Ал сол алаңда бүгін сөздің салмағы жеңілдеп бара жатқандай. Бата сөз емес, жауапкершілік, ол ниеттің айнасы, жүректің таразы. Бата беретін адам батаны айтуға емес, көтеруге лайық болу керек. Қазір мінгерге шыққан кейбір балдардың жүзінде ұялу емес, үміт көрінеді. Үміт ақшаға, үміт қол созуға, үміт бір сәттік пайдаға. Бұл баланың күнәсі ме? Әрине жоқ. Бұл үлкендердің үнсіз келісімі. Біз баланы мінберге шығарып қойып, оның ниетін сұрамаймыз, оның жүрегін тексермейміз, оның сөзін салмағын өлшемейміз. Сонда бата тәрбие құралы емес, сауда нысанына айналды. Қоғам үшін ең қауіпті нәрсе баланы ақшаны ерте тануы емес, қасиетті есепке үйренуі. Бата үшін берілген теңге ертең ар, сөз, ұят үшін де сауданың бастамасы болып кетпей ме? Дәстүр көзге көрінбейтін рәсім емес, көрінбейтін тәртіп. Егер біз сол тәртіпті өз қолымыздан бұзсақ, ертең баладан тәртіп сұрауға моральдық құқығымыз бола ма? Баланың батасы үйде қалсын, ақсақалдың батасы алаңда айтылсын. Сонда ғана бала батаға емес, батаның биігіне ұмтылады. Бұл тиым салу емес, бұл шекара қою. Ал шекара жоқ жерде дәстүр де тұрмайды, қоғам бойлансын. Өйткені бүгін бата арзандаса, ертең сөз де, ар да, намыс та арзандайды. Атам қазақ айтады ғой, бала шыбық секілді деп. Қалай исең, солай өседі деп. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бай, қуатты болайық ағайын. Sen kimi görmedin mi?